Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді блинный торттың құрамымен бөлісемін. Келесі таза ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне қант салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Келесі консистенциямызға сүттің жарты бөлігін құйып аламыз. Алдын ала дайындап алған ұнымызға 1 шай қасық разрыхлитель және де какаоны салып, жақсылап араластырамыз. Келесі құрғақ ингредиенттерді сито арқылы жаңағы консистенциямызға салып, жақсылап венчикпен біркелкі консистенция шыққанға дейін араластырамыз. Келесі консистенциямызға сұйық майды құйып, тағы да жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Блинныйдың бетіне осылай тесіктер пайда бола бастаған кезде, осы үстіңгі бетін астыңғы жаққа аударып пісіріп аламыз. Осылай әрбір блинныйды видеодағыдай пісіріп аламыз. Келесі блинный торттың кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа және де оның үстіне аздап қант, жақсылап қант пен жұмыртқаны ерігенше біркелкі консистенция болғанға дейін араластырып аламыз. 2 ас қасық ұнды салып, тағы да жақсылап венчикпен араластырамыз. Келесі консистенциямызға сүттің жарты бөлігін құйып араластырамыз. Жаңағы дайындап алған консистенцияны осындай ыдысқа құйып аламыз да, ақырын отта 1 минуттай араластырамыз. Жаңағы қалған сүттің жарты бөлігін құйып, консистенциямызды ақырын отта араластыра отырып, қою болғанға дейін крем дайындаймыз. Міне достар, крем дайын. Кремнің қоюлығы осындай болып шығу керек. Енді кремді басқа ыдысқа салып, оның үстіне ванильный сахарды себеміз және де сливочный майды салып, жақсылап кремді араластырып аламыз да, кремнің бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникқа суығанша қоямыз. Келесі блинный тортымызды жинаймыз. Ол үшін бізге диаметрі 18 немесе 20 см болатын осындай форма қажет. Формаға блинныйларды видеодағыдай салып шығамыз. Енді әрбір блинныйдың ішіне осылай кремді жағып шығамыз да, блинныйды видеодағыдай орап, жаңағы дайындап алған форманың ішіне видеодағыдай саламыз. Міне достар, блинныйды осылай жинап шықтым. Енді сыртындағы блинныйды осылай дөңгелете отырып, видеодағыдай жауып шығамыз. Келесі қалған кремді торттың бетіне осындай кондитерлік пакетке салып, осындай насадкамен құйып шығамыз. Торттың бетін өз қалауларыңызша
әсемдеулеріңізге болады. Мен торттың бетіне, кремнің үстіне қарақаттарды қойып шықтым. Енді қазір торттың формасын аламын. Міне достар, блинный тортымыз дайын. Осы рецептпен дайындап көрулеріңізге болады. Маған тіркелуді ұмытпаңыз.